Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым екі министрлікке. Біріншісі, су ресурстары және ирригация министрлігіне. Құрметті Нұржан Молдиярұлы, жоғары аудиторлық палатаның есебінде сомасы 4,6 миллиард теңге бюджет қаражаты тиімсіз басқарылғаны көрсетілген. Бұл 10 жылдан астам уақыт бойы іске асырылып келе жатқан құны 1,2 миллиард теңгені құрайтын солтүстік Қазақстан облысындағы Пресновск су құбырын және құны 1 миллиард теңгені құрайтын Айыртау және Шал Ақын аудандарындағы топтық су құбырын реконструкциялау жұмысымен байланысты. Нұржан Молдиярұлы, осы және басқа да осыған ұқсас жобалардың нақты аяқталатын мерзімдері бар ма? Ол қашан? Келесі сұрағым Қаржы министрлігіне. Құрметті Мәди Төкешұлы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің басқаруындағы проблемалық кредиттер қоры акционерлік қоғамы деген ұйым бар екені белгілі. 2012 жылдан бері осы аталған қор банк секторын сауықтырумен және сатып алынған активтерді экономикалық айналымға енгізумен айналысып келеді. Сонымен қатар қаржы ұйымдарының қарыз портфельдерін тазалау, активтерді қайта құрылымдау сияқты проблемалармен айналысатыны көрсетілген. Бүгінгі күні қор жалпы сомасы 2 триллион теңге болатын 22 жобасы бар 8 қарыз алушыға қызмет көрсетеді. Сұрағым, шарт жасасу кезінде қарыз алушыларды іріктеудің қандай тәртібі бар? Және жобалардың атауын айтып беріңізші. Бұдан басқа есепте қордың таза активтері көрсетілген инвестициялардың мөлшерінен аз екен айтылған. Және бұл ауытқу 1,7 триллион теңгені құрайды. Осы цифрларды толық ашып айтып беруіңізді сұраймын. Рахмет. Су ресурстары министріне ғой бірінші сұрағыңыз. Нұржан Молдиярұлы. Екіншісі қаржы министріне ме? Жақсы. Қайырлы күн, құрметті Ерлан Жақан, құрметті депутаттар, құрметті Ерболат Байзақұлы. Сұрағыңызға рахмет. Көтерілген мәселе ол рас бар. Енді Преснов су топтық құбырына келетін болсақ, біз биылғы жылдың басында өрде бар мәселелері бәрін шештік. Жоба нақтылаудан өтті. Бүгінгі күні осы биыл жылдың бюджетінде 1 миллиард 300 миллион теңге қарастырылған. Мердігер өзінің жұмысын қазір бастап жатыр. 25-26 жылдары бюджеттен тиісті көлемде қаражат бөлінген жағдайда бұл жоба аяқталады. Екінші жоба, сіз айтқан ол Көкшетау су топтық құбыры. Бүгінгі күні біз мердігермен жұмыстарды уақытылы және сапасыз орындаған үшін бір жақты келісім шарт бұздық. Қазір министр тарапынан сол жобаға түзету жұмыстарын біз бастадық. Биыл аяқтаймыз жоспарлап отырмыз. 25-26 жылы сол тиісті қаражатты бөлінген жағдайда бұл да жоба аяқталады. Рахмет. Қаржы министрі Мәди Төкешұлы, жалғастырыңыз. Сұрағыңызға рахмет. Осы қор бойынша бізде қазіргі таңда бірталай жұмыстар атқарылып жатыр. Ең біріншіден осы қордың жабуы туралы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сіз айтып кеткен туралы мен сізге жазбаша түрде берейін. Бұлай жалпы оның шешім қабылданды. Фонд ары қарай жұмысын атқармайды. Сондықтан ол туралы сізге толық жазбаша түрде берейін.